Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай Атазан тәуелсіздіктің тиегі атты онлайн музыкалық кешімізді ұсынамыз. Атазан 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық дауыс беру арқылы қабылданды. Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің қайнар көзі өзінің тиімділігін пайдаланды. Атазан қабылданған күн 30 тамыз. Қазақстан Республикасының бұл жаңа конституция Қазақстанның түзетуші. Оның құрылымы 98 баптан көптеген тармақтар мен тармақтар. Атазан дегеніміз қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың мемлекеттік органдар жүйесі, олардың тізімі мен азаматтардың құқығы мен міндеттерін айқындайтын заң. Назарларыңызға ән. Қазақстан Республикасының Атазаны мемлекет негізінің іргетасы. Атазан бүгін мемлекетімізді мекендейтін халықтардың тыныш әрі бейбіт өмір сүруінің кепілі болып отыр. Атазан аясында Алтын дала Қазақстан әлем елдері алдында экономикалық реформалар жүргізу мен демократикалық қоғам қалыптастыруда, әртүрлі ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүруі мен әлеуметтік мәселелердің оң шешімін табу жөнінде үлгі болып отыр. Құрметті оқырмандар, сіздерді Сәкен Сейфуллин атындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ата заңымыздың 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтайды. Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып,
Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған ата заңда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Қазақстан халықаралық қоғамдастықта лайықты орын алып, биік белеске көтерілгені осының айғағы. Тәуелсіз еліміздің әрбір шаңырағына құт пен береке, ырыс пен ынтымақ тілейміз. Ел іргесі аман, болашағы кемел болғай. Қайырлы күн. Сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан, бейбітшілік пен тұрақтылық, әр отбасына бақыт пен амандық тілеймін. Ата заңымыздың мәртебесі арта берсін. Елімізде тек қана бейбітшілік болсын. Нұр шашқан жас ұрпақтың ұғымына, тікелей өсер еткен ғұмырына, айналды ата заңын мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Әр бабы, әр тармағы жойылмайды, шектеуде және тегін қойылмайды. Келісімшарт жасасқан байлық шетел қазақтың ата заңын мойындайды. Өмірден әділдікпен бақ табатын, құқығым қорғалды деп шаттанатын, өзінде жас өркендер келеді өсіп, бұл біздің ата заң деп мақтанатын. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық боп қадір тұтып қастерлеген ата заң, азат елдің арнамысы. Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Білалова Аружан. Ата заңым қастерлім. Ақ арыс сенің миятын басынан нелер өтпеген, ол деді көз ұяттан үнсінен шығып кетпеген. Жуалы сөзге жығылып, дуалы сөзге тоқтаған. Даланың заңын ұғынып, бетіме кеткен жоқ бабам. Егілдік кеше тәуекел даланың ғана заңына, тәуекел еттік тәуекел алам боп елдің қамына. Айналып заңға көшпелі, келеді бүгін арнасы. Әз тәуекел жазған кешегі жеті жарқын жалғасы. Аралық күнге жол аштық, аманат болып атадан. Айбына сенген ағаштың арындай асқақ атасын. Шаттықтың күйін шердейік, еліміз ғой шүтпен тең көші. Елбасы сүңгей еңкейіп, еліктің ерінің белгісі. Рабсына ғана растайтын басымды ем мұнрет. Тура жолға бастайтын құранның соңға құдірет. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы. Халық боп қадір тұтып қастерлеген ата заң, азат елдің арнамысы. Халқымыз бірлікте, татулықта тыныш өмір сүрсін. Еліміздің абыройы мен мәртебесі асқақтай берсін. Еңсесін асқақтаған Қазақстанымыз жайнап, гүлдене берсін. Ынтымағы жарасқан, мерейі тасыған, еліміздің бағын асырған. Еңселі егемендігіміздің еркіндігі болған Конституция күні құтты